ушуну мен ар качанда армандап сол арманга жетүүгө талаптанам, изденем. Сонун соңунда көп еңбек еттим деп айтууга болот. Әлемнің көптеген сахналары мен галереяларында өнермен тамсандырған талантты ақын, композитор, күйші, домбырашы, дирижер, жазушы, журналист және суретші. Осыншама өнерді бойына сыйдырған ғұмыры өнеге толы Оспан Сүлейменұлы мәдениет пен білім жолындағы ұстаздық қызметі өскелең ұрпаққа өнеге. Ол Сарыарқаның мыңдаған оқушысын музыка, әдебиет және бейнелеу өнеріне баулыды. Талай балапанды бала күннен баптап, қырандай самғатты. Бүгінгі күнде мерейлі 70 жасқа аяқ басқан ардақты ағамыздың өзі де жастайынан өнерге жақын болды. Еңбекте де ерте араласты. Жасынан бала күйші атанған болмысы бөлек Оспан Сүлейменұлы өнерден бір елі ажырамай ағартушы ұстаз да бола білді. Қызмет жолын өз туған ауылы Жаңажолда бастап, Қорғалжын ауданында мәдениет бөлімінің басшысы, Елордада Жамбыл Жабаев атындағы нөмірі 4-ші мектепте директордың орынбасары, нөмірі 2-ші балалар музыка мектебінде басшылық қызметтерімен жалғасты. Қай өңір, қай орта, қандай салада еңбек етсе де өзін сан қырынан көрсетіп, игі істердің бастамашысы бола білді. Жас таланттарды тек елімізді танытып қана қоймай, алыс жақын елдерге бірге ерте барып, талай бәйгенің басынан көрінді. Ресей, Өзбекстан, Эстония, Араб Эмираты, Индонезия, Франция, Болгария, Қытай, Чехословакия сияқты әлем елдеріне барып, өзге елде өз ұлтының өнерін асқақтатты. Оспан Сүлейменұлының ел астанасының қалыптасуына да сіңірген еңбегі аз емес. Суретшілер арқа төріне биік ғимараттар соғып жатқанда, ақын Оспан сұлу жырларымен қала көркін көмкере түсті. Музыканы шексіз әлем деп бағалаған кейіпкеріміз ән салып, күй ойнаудан бөлек, өз жанында әуезді әуендер туғызып, Ақмолам Астанам, қазақтың дәстүрі сияқты сазы мен сөзі жарасқан туындыларының авторы атанды. Оспан Сүлейменұлы білгенінің бәрін өзгеге үйретіп, талантты жастарды сол өнердің қыр-сырын меңгеруге баулыды мақсұт тұтқан арда ұстаз. Көптеген додаларда бәйгеге түскен тұлпарлардың шама шарқын дәл танып, шын жүректі анықтай білген қырағы қазы. Оспан Сүлейменұлы жан-жағынан нұрын төгіп тұратын биязы, салмақты, сабырлы жан. Ол жайындағы кез келген пікір осылай басталған болар еді. Ол жайында бүгінде талай сөз болар, себебі бүгінгі күн той думанға құмар менің қазағым, қонақ десе көтеретін қазағым, ұлан асыр той қылатын халқым, үлгі болған салт дәстүрін жазарым деп жырлаған ағамыздың қуаныш тойы күнде еліміздің болашағы үшін жастарымызға сондай еңбекқор болу керек, білімді болу керек, иман болу керек, және өздерінің әр уақытта тарихына терең болып, тарихын біле отырып, болашаққа үлкен сеніммен қадам басу керек. Арғы атамның баяғы, арғы өмірге аттап кетті аяғы. Арғы атамның көзін көрген қауымнан көзі түрі домбыра ғой аялы.
тақымыңа тайғақ кешу жолдасын, мықты болсаң, сонда рухың солмасын, қоңыр даусың жоғалтқан жоқ, домбыра қақ төбесін ойғанда да қорғасын. Сол домбыра қасиеттім киелім, одан артық кімді қалай сүйемін, төрімдегі бас қонақ қып сүйегін мойнымдағы тұмар еттім тиегін. Домбыраның пернесінде ән ғажап, домбыраның шанағында зар лазап, қазақ болып қалды мәңгі домбыра, домбыра болып қалса екен ау әр қазақ. Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын, құрметті өнер сүйер қауым. Қасиетті домбыраны қасиетіне балап қадір тұтқан ағайын, бүгінгі салтанатты кешімізге қош келдіңіздер. Бүгінгі кештің қазақ руханиятында алар орны ерекше. Себебі осы қазақ болып қалған кім және не десек, ол домбыра болса, сол домбыраны өміріне егіз еткен үлкен өнер иесі, талантты тұлға, әнші, күйші, ақын, ұлағатты ұстаз, Қазақстан Республикасының мәдениет саласының үздігі Оспан Қажы Сүлейменұлы 75 жаста. Ендеше сіздердің зор қошеметтеріңізбен бүгінгі кеш иесін салтанатты түрде ортаға, сахнаға шақырайық ағайын. Оспан аға, жас құтты болсын, мерейтой құтты болсын. Ерекше толқып отырсыз білем. Мынау кеш басталғаннан бастап сізге қолқа салмай-ақ қояйық. Әуелі осы кешті салтанатты түрде ашып алайық деп отырмыз. Сондықтан алғашқы құттықтау сөзді осы Астана қаласы әкімдігінің білім басқармасының жалпы орта білім берудің мазмұны мен әдістеме бөлімінің басшысы Асыл Амангелді қызына берсек деп отырмыз. Өздеріңіздің құрметтеріңізбен. Қайырлы күн, құрметті қонақтар, құрметті әріптестер. Бүгін міне үлкен бір іс-шараның куәсі болып отырмыз. Осы білім саласына үлкен үлесін қосып, жалғыз білім саласы емес, қоғам игілігіне, еліміздің нығаюына үлкен үлесін қосып жүрген, ортамызда жүрген Оспан Сүлейменович, Оспан аға, сіздің бүгінгі 75 жас мерейтойыңыз және Мизам Шуақ кітабыңыздың тұсаукесері құтты болсын. Қазақта сөз бар ғой, жігітке 70 өнерді аз деп, осы сөз сізге арналғандай. Сіз жалғыз, осы жаңа айтып отырмын ғой, білім саласында өзіңіздің білікті басшы ретінде, талантты ақын ретінде, дирижер, музыкант, осы журналист ретінде бүкіл көпшілікке танымал болдыңыз. Енді бүгінгі осы іс-шараны ұйымдастырып отырған, осындай жоғары деңгейде ұйымдастырған білім басқармасы, әдістемелік орталық, міне Сындар Мұратны өзіңіз бастаған ұжым, одан кейін біздің мынау білім басқармасына қарасы музыка мектептерінің басшылығы, одан кейінгі кәсіподақ ұйымы, Батыр Алиевич өзіңіз бастаған міне ұйым, сіздерге үлкен алғыс білдіргім келеді. Осындай Оспан Сүлейменовичтің мынандай еңбегін, осындай үлкен қосқан, білім саласына қосқан еңбегін атып өтіп кетпеуге болмайды. Бүгін міне қандай керемет іс-шара, өзімді қуаныттым, бұл кісіні неше жылдан бері білеміз. Сондықтан білім басқармасының басшысы атынан сізге құттықтау хатты оқып табыстауға рұқсат етіңіз.
Оспан Сүлейменұлы, сізді асқарлы 70 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Саналы ғұмырыңызды білім саласын одан әрі дамытуға, ұстаздық қызметке, шәкірт тәрбиелеуге арнаған тұлғасыз. Ұлттың ұстанымы ұрпақ тәлімінде тәрбиелі, өнерлі болып шығуына сіздің қосқан үлесіңіз үлкен. Бүгінгі айтулы күнде мерейіңіз үстем, ғұмырыңыз ұзақ, шуақты күндеріңіз көп болып, ұрпағыңыздың қызық қуанышына кенеле беріңіз. Деніңізге саулық, отбасыңызға амандық пен бақ береке тілеймін. Астана қаласы білім басқармасының басшысы Қасымхан Сенғазыұлынан сізге құттықтау. Тойыңыз құтты болсын. 100 жасыңыз келе беріңіз. Құрметті Асыл Амангелдіқызы, құттықтау сөзіңізге көп рахмет. Енді сіз орныңызға жайғаспай тұрып, сізге үлкен бір міндет жүктесек деп тұрмыз. Оспан Қажы көкеміз бүгін құралақан келген жоқ бұл кешке. Зор тәжірибесімен келді, және сол тәжірибесін бір кітапқа сығымдап беріп кеп отыр. Яғни бүгін Мизам Шуақ деп аталатын кітаптың тұсауы кесіледі. Сол кітаптың тұсауын өзіңіз кесіп берсеңіз. Және де басқа да азаматтар осы кітаптың тұсаукесер рәсіміне қатысса деген ниетте ағамыз сол кісілерді атап өтсеңіз аға. Мен әрине бәрін шақырғым келеді, бірақ осының ішінде маған ерекше жаныма жақын әріптестерім бар, кептестерім бар, ағаларым бар, апаларым бар. Сол кісілердің ішінен қазір мен біртіндеп айтып отырайын. Сара Сейітқызы Сойеде білемізді айтасыз. Асқар Ахметов, телевизор бұрынғы Ғалия осында мен телевизор Әлеш Бермес деген радио қызметкері бар. Әнуарбек Ералы бауырым. Қазір мен 8-дан шақырам. Үспен ағамыз бар. Үспен ағаға да жазушымыздың. Үспен аға. Тарихи ұстан менің бауырым отыр. Мен келем қазір кітапқа кетесіз. Серкали. Әнуарбек сосын шығады, Жабай сосын шығады. Енді кім Балкен Соймен апамыз отыр. Осы үлкен кісілерді. Сосын келді. 7-ден бері. 2 кітап. 2 бөлік кесеміз. Қажеке, менің әріптесім осы Астана қаласының білім басқармасында көп жылдан бері еңбек етіп жүрген. Ғалымға да кетті Астана ақшаның. Кетіп қалған жоқ па ғалым? Келіңіз. 8 болдық та болып қалған. Енді Сіз замандастарыңыз шақырдыңыз ғой көке. Мен енді замандастарымды шақырайын. Әдемі сұлу қыздар жаңа кітапты алып шықсын. Қанекей сіздер қошаметтеп отырыңыздар.
жақсылап тарихтың таспасына басып алсын азаматтар. Ал қанекей. Рахмет баршаңызға. Тілекті дастархан басында айтамыз деп отыр ғой. Рахмет баршаңызға. Құрметті бүгін мерейтойына қош келдіңіздер деп айтқым келеді. Біріншіден Оспан Сүлейменұлының 3 қасиетін айтқым келіп тұр. Біріншісі ол ұйымдастырушылық қасиеті. Бірінші өнер мектебінде директор болып, содан кейін білім басқармасына үлкен қызмет атқарды. Мен өзім сол кезде қазақ тілі мен әдебиетінің әдіскері болдым. Әртүрлі мұшайра, Мұхағали Мақатаев, Махамбет оқулары, Төлеген Айбергенов оқулары, осының барлық осындай іс-шаралардың қасында әрқашанда Оспан Сүлейменұлы жүрді. Сонымен қатар мінеке алғашқы рет осы Астана қаласында ең бірінші Ыбырай Алтынсарин атындағы төс белгі барлық мұғалімдерге арналған біз іс-шараны өткіздік. Сонда Оспан Сүлейменұлы кітап шығарды, Ыбырай ізімен деген. Неке осы Астана қаласында 200-ден астам ұстаз бар екен. Осы Ыбырай Алтынсарин төс белгісінің иегерлері. Соның басқасында жүріп, осындай үлкен мәнді шараны бірлесе Оспан Сүлейменұлымен бірге өткіздік. Екіншісі енді сонымен қатар неке Қазылар алқасының мүшесі ретінде айтқым келіп отыр. Бұл кісі Атырау, Алматы облысы, Семей қаласы, осы Астана қаласындағы Төлеген Айбергенов оқуларының Қазылар алқасының мүшесі болды. Қазіргі таңда неке алғашқы алдыңғы қатарда отырған билерімізге де қошемет көрсетіп қояйық. Неке сол Сарыарқа ауданының билер алқасының төрағасы Оспан Сүлейменұлы мінеке ұйымдастырушылық қабілеті. Енді ағартушылық қабілетін келсек, 150 жылдығы Ыбырай Алтынсариннің осы кісінің тікелей ұйымдастырумен өтті осы Астана қаласында. Енді айта берсек, көп қасиеттері, жаңа айттық қой, жазушылық, ақындық қасиеттері, адами қасиеттері, ең құнды қасиет қазіргі таңда мен ойлаймын, мынау жастарға із қалдыру үшін мінеки біздің билеріміздің Оспан Сүлейменұлының адами қасиеттерін дамыту керек деймін. Сонымен қатар мінеки 1-2 жыл осыдан бұрын Оспан Сүлейменұлы біздің Ыбырай Алтынсарин атындағы ұлттық білім академиясына келіп, қазіргі таңда мінеки адамгершілігі мол біздің министрді оқу ағарту министрлігі болған Ғани Бектайұлын айтқым келеді. Бұл кісі Оспан Сүлейменұлы Ғани Бектайұлымен сұхбаттасып, сол кезде кеңесші болыңыз деген, мен соның куәгерімін. Оспан Сүлейменұлының адамгершілігін, кісілігін, кішілігін айтқым келеді. Мен уже 70-тен астым ғой, Ғани қалқам деп айтса да, бірақ біз сол кеңесшіге үміттеніп резюмесіне дейін алдық ағайын. Міне осындай қасиеттермен бүгінгі күні осындай үлкен іс-шара өткізіп отырған білім басқармасына, әдістемелік кабинетке алғысым шексіз. Мынау халқыма ең біріншіден алғысым шексіз. Өйткені ұстаздардың жолы өте ауыр, қиын. Соны бүгін ұлықтап, құрметтеп отырған барша халқыма мың алғыс. Рахмет. Армысыздар, құрметті қауым, құрметті ұстаздар. Оспан қажының достары
сыныптастары, мына жерде арнайы келіп отқан Елорда билер кеңесінің ақсақалдары, баршаларыңызға мыңда бір рахмет. Осы кемді мен 30 жылдан артық білемін, иншалла. 1989 жылы кешегі Целиноградта тіл және мәдениет қоғамын құрып, Қара өткел газетін шығарып, осы орыстанып кеткен қазақ елінің Целиноградында үлкен үлесін қосқан азаматтың бірі. Сол 90 жылдың басында осында Целиноградта қазақ музыка мектебін ашқан, қазақша тәрбие беретін. Бұл сол кезде кішкене ұлтшылсың деп біраз қуғынға да ұшыраған азаматтың бірі. Жалпы музыкаға кішкентай кезінен тәрбиеленген адамның бірі, музыка жаны да, өзі де, бәрінде музыкамен сыбайлас адамның бірі. Мынау осы екен, енді ар жағын айтпағанда жаңа мына қарындасымыз айтып кетті, біраз шаруаларын. Енді біз былтырғы кездерде Елорда билер кеңесін құрдық. Елорда билер кеңесінде негізі үлкен ақсақалдар, зейнетке шыққан, кешегі өмірді көрген, өмірдің қиындығын көрген, әйткенмен болашақ тәрбиеге үлесін қосу үшін осы Астанада Елорда билер кеңесін құрып, әр ауданда Елорда билер алқасын сайлап, сол Есіл ауданының аға биі болып осы екен сайланды. Сонымен қатар бұл кісі енді өзіміз білеміз, музыкаға жақын, айтып отыр, қай жерде болмасын, белсенді, беделді, өте бір қасиетті адамның бірі, тіл көзден сақтасын. Осы екен, мынау туған күніңіз, мерейлі 75 жасыңыз құтты болсын, бала шағаңыздың қызығын көріңіздер. Мына жерде отырған ағайын туыстар, мынау сізбен бірге жүрген жолдастарыңыз бәрі келіп отыр, музыканты бар, мынау білім саласында істейтін. Барлықтарыңызге мыңда бір рахмет, ұстаздар. Бұл кісі енді жай ғана музыка ғана емес, сонымен қатар ақындығы да бар. Ақынмын деп кеудесін соқпайды, әйткенмен. Сол өткен ғасырдың орта кезінде ақындар балаларды ақындыққа, айтыскер ақындығына тәрбиелеген азаматтың бірі. Мыңда бір рахмет. Бұндай екінің бірінің қолына келе бермейді. Және де мен деп кеудем соғатын азаматтың бірі емес. Сізге мыңда бір рахмет. Көп жасаңыз, енді көп сөйлеп созбайын. Енді мынау әкелген сый-сияпатымыз осы Елорда билер кеңесінің осы жерде ақ қалпақ киген ағаларың, аталарың, осы билердің негізін қалағандар. Ақ қалпақ кигеніміз, біреулер айтады, бұл қырғыздікі дейді. Бұл қазақтың бас киімі, алыстан көрініп тұратын. Өткен ғасырда ертеректе аталарымыз киіп жүретін. Біз орыстанып кеткен содан да айнып қалдық. Қазір осы өткен жылы Шымкентке барғанда осы ақ қалпақ киіп барғанда бізді құлап қала жаздады. Басымызда ақ қалпақ, қолымызда қамшы. Билер осындай болу керек, бізден үлгі алыңдар дегендей. Сондықтан Астана қай жағынан болмасан үлгі боларлықтай. Оның бір себебі міне біздің Оспан ағамыз. Жасыңызға жас қосылсын, әрқашан жүре беріңіз, біз сізді сыйлаймыз. Мыңда бір рахмет келген сіздерге, көп рахмет. Мынау енді адамдарға ерекше бір күш беретін, қасиет беретін қазақтың мынау қамшысы. Жын шайтан бәріне қашып жүретіндей. Осы екен, міне сіздің басыңыз аман болсын, әрқашан мынау төріңізде осы қамшы, қасиетті қамшы ілулі тұрсын. Келіңіз. Сонымен қатар мынандай мынау арнайы мынау ардақты көз алпақ. Арнайы нетіге, мынау енді кішкене мынадан да 7-8 көтерілетін болады. Сарыарқа ауданының аға биісіз, осылай міне бәріміз қалпақ киіп, қазақтың ақсақалдығын көрсетіп жүрейік. Сонымен қатар қолымызға қамшы ұстауды да қорықпай қояйық. Бұл басқаларға сес көрсетеді. Біз 70 жыл тапталып келдік, әлі де еңсеміз көтерілмей жүр. Бұғып жүрміз әлі де.
Сондықтан еңсеміз көтерілсін. Мына жерде мынау арнайы құттықтау хатымыз бар. Оспан Сүлейменұлы, сізді төл мерекеңізбен, туған күніңіз, мерейлі 80 жылыңыз, 75 жылдығыңызбен шын жүрекпен құттықтаймыз. Сіз азаматтың ең бір асыл перзенті ғана емессіз. Сонымен бірге табиғат бойындағы ақыл мен төзім, іскерлікте дарытқан абзал да ізгі жансыз. Сонымен қатар сіз мынау елорда билер кеңесіне қосып отқан үлесіңіз зор. Бақытты болыңыз, өркеніңіз өссін. Мынау отырған ақсақалдардың атына сізді құттықтаймын. Рахмет. Құрметті ағайындар, туыстар, Оспан Қажыны құрметтеп, қуанышы бөлісіп келген сіздерге мыңда бір рахмет. Бүгін қалай болғанда да Оспан Қажымыз 75-ке толды. Мерейіңіз үстем болсын. Осы бір қасиетті шаңырақта, мына сарайдан бүгін Оспан Қажының әлемі ашылды. Осы мына жазықтың арғарата соққан желмен таудан тау асып, белден бел асып, таудан тауға жетіп, Оспан Қажы деген кім болғанын бүгін бүкіл Қазақстан халқына, Қазақстан жеріне жеткен бір Оспанның әлемі деп айтатындай бұл бір жақсы сәтті күн болып жатыр. Құтты болсын. Және Оспан Қажының жүрген жолын бір-бірде отырып тамаша айтты. Мен уақыт жеп, оның бәріне қайт тоқталмайын. Жаңа мұнда қарындасымыз да өте тамаша айтты. Осы сөздердің барлығы сізге лайық. Осы екен. Өте лайық. Бұл Оспан деген адам, өзі адам үшін жаратқан адам. Қазақ үшін, адам үшін жаратқан адам. Ортамызда осы адам менен үстеп бір қарапайымдылық менен, сабырлығы менен, сабаздылығы менен, жаңағы адамға деген мейірімділігі менен ортамызда үстеп жарқырап жүре берсе екен деп бәріміз тілейтін адам осы. Мен өз басым Оспан Қажы солай бағалаймын. Ортамыз аман есен жүре берсе екен деп тілеп жүретін бір адам болса, сол Оспан Қажы болмақ деп айтамын. Сіз еліңіздің мақтанышсыз, ұрпақтардың бүгін осы отырған бәріміздің жаңа ізгі ниетіміз, сізге деген жүрегіміз енді басқаша. Тек сізді жақсы көру, сізді біз жақсы көреміз. Сондықтан сіздің 75 жасыңыз құтты болсын. Осы мына жаңағы Астана қаласының білім басқармасының жаңағы беріп жатқан бағасы үлкен құндылық, үлкен сізге баға. Сондықтан ары қарай аман отырып, осы еліңізге деген жаңағы бір ауыз сіздің алтын ақылыңыз, нақты сөз, жаңағы даналығыңыз бізге өте керек, ұрпаққа керек. Сол ісіңізден біз әлде де көп үміт күтеміз. Аман болыңыз. Ал енді мына осы жерде мынау менің философия, қазақ философиясы деген кітабым жазған. Сізге енді үлкен дарым бар. Философиялық тұрғыда қазақ деген халық жаратушысын қалай білді, қалай таныды, қалай тануға тиіс. Біздің енді мүттем қазақ деген халықтың енді мына тәуелсіздігін алғаннан кейінгі жеген үлкен жетістігі осы өзінің қазақ философиясы. Бүгін қазақ елінде осы қазақ философиясы қалыптасты. Оның ішінде әртүрлі ойлар бар, сырлар бар, қазақтың даналығы бар, біздің менталитетімізге қалыптасқан ұлттық құндылықтар бар. Осылар дәріптеген осы кітабымды ең алдымен сізге ізгіліктің иесі ретінде табыстайын деп тұрмын.
Оспан аға. Жаңа мына сахнаға шыққан кезде, келген кезде көбедей болып келіп едіңіз. Мына қалпақты киіп. Ана қалпақты кигізіп таудай қылып кетті сізді. Дайым таудай болып алдымызда аласармай жүре беріңіз аға. Енді мына қазір жастарда үлкен философ. Жаңа Үзбен ағамыз қазақ философиясын сыйлап жатыр ғой сізге. Біздің жастардың да философиялық ойлары бар. Оның бірі, сен егер орындалмайтын жұмыс болса, арманың болса, оны уайымдап не қыласың дейді. Бәрібір орындалмайды ғой дейді. Егер орындалатын арманың болса, оған құлаш ол. Ол орындалатын нәрсе дейді. Дәл осындай мәндегі философиялық ойдың авторы ол Оспан Сүлейменұлының шәкірті. Оспан Сүлейменұлы ағамыз 2000 жылдары 4-ші Жамбыл атындағы мектепте қызмет атқарған жаңа айтып өттік. Сол кезде баптаған шәкірті, елдің алақанында жүрген ақын, айтыскер ақын, Сырым Әуесхан бауырымыз осында келіп отыр. Арнауымен келіп отыр ағайын. Сәке, сөз сізде. Тойға шақырғандар, ішінде ақындар бар, батырлар бар. Оспан аға кеп жатыр, 75-ке барлығын көресіңдер, атын заңғар. Ақсақалдар ақбалбақ киген екен, болған соң Ақордаға жақын жандар. Ендеше сәлемменен сөз бастайын. Сол болсын тілімізден татырған бал. Ассалаумағалейкум, ақ қалпақтар және ақ қалпақ жанында отырғандар. Жақсының орны әрқашан бос қалама, жаманды адам ескеріп еске алама. Оспан аға қаншама қызмет етіп, тәрбие беріп жатыр жас балаға. Бізге де қаншама жыл жетекші боп, айналды жол көрсетер жақсы ағаға. Мен осы Астанада оқып едім, шәкірт боп жүрген талай хастанаға. Астана қазір бірақ өзгеріпті, мен барда секілдеді басқа қала. Бір кездері Нұр-Сұлтан болып кетіп, қазір қайта айналды Астанаға. Ал бүгін мына кешке келдіңіздер, керемет боп жатыр деп кеш қалада. Астана мұң құбылып жатқан менен, бәз баяғы өзгермес Оспан аға бай. Ап кеткен талай биік тұғырларда, білмейді елге мәлім кім ұлдарды. Бірақ та әрқайсының ұстазы бар, соларға берсем деген білім нәрлі. Соның бірі төрдегі Оспан ағам, қаншама сынақ көріп шығындалды. Бұл күнде 75-ке келіп жатыр, артына тастап осы ғұмыр мәнді.
кеше ағамызға тілек айтсақ, жасайық тек жақсырақ ырымдарды, ағатай арғымақтай шапқылай бер, жетектеп артыңдағы құлындарды бай. Дәл мендей Қазақстанда көбініңіз тағы да шәкірттермен толығыңыз. Жасыңыз 75-те болғанменен 25-те секілді көңіліңіз. Өзіңізді биікке шығарады осынау арқадағы өміріміз. Кейінгі біз секілді жас балаларға үлгі болып тұра берсін өміріміз. Атыңызды әдемі Оспан екен, сол атпен жақсылыққа жолығыңыз. Халифа болған Осман сахабадай Алланың ақ нұрына шомылыңыз. Рахмет, сырым бауырым. Енді осы құттықтаулардың арасында әдемі бір арнау салып, тағы бір құттықтауға кезек берсек, сосын арман қарай бір керемет кештің, өнер кешінің куәсі болсақ деп отырмыз. Келісесіз бе, Оспан аға? Олай болса, біз сахна төріне оқу ағарту министрлігі республикалық қосымша білім беру әдістемелік орталығының әдіскері Дидар Бекбаев замандасымыз шақырамыз. Сондай-ақ қалалық ардагерлер кеңесі төрағасы Есіловтың атынан құттықтауын алып келіп отқан ол кісінің орынбасары Жұмағатов Сатыбалды Сибағатұлын шақырамыз. Сондай-ақ Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымының атынан келген өкілдерін шақырамыз. Сондай-ақ жаңа ғана сахнаға шығып кітаптың тұсауын кескен ғалым Қожабек ағамыз шақырамыз. Астана ақшамы газеті бас редакторының орынбасары. Сондай-ақ ғылым және жоғары білім министрлігіне қарасты мемлекет тарихы институтының директорының орынбасары Жабай Нұрмағұл Қалиев ағамызды шақырамыз ортаға. Сондай-ақ білім өркениеті ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығының директорының орынбасары Нәбиев Саят бауырымызды шақырамыз. Сөз сіздерде, замандастар. Қайырлы күн, құрметті қалайық. Бүгін енді біз барлығымыз мынау тамаша бір салтанатты түрде өтіп жатқан бір шараға қатысып отырмыз. Қайырлы құтты болсын. Құрметті, аса қадірлі Оспан Сүлейменұлы, сіз енді мынау қалалық ардагерлер кеңесінің атынан, Сансыбай Сейітжанұлы Исиловтың атынан осы маған құттықтауға рұқсат етіңіз. Енді сіз жаңа айтып отыр, барлығын айта бермейік, қайталап. Сіз белгілі әнші, күйші, композитор, ақын. Енді қалай айтуға болады? Қазақ айтады ғой, сегіз қырлы, бір сырлы адам ретінде мен танимын. Қайырлы құтты болсын. Жалғыз мынау шығармашылық еңбегімен айналыспай сіз біздің мынау қалалық ардагерлер кеңесінің жұмысына да белсенді қатысып жүрсіз. Жаңа айтып кетті, мынау билер тобының мүшесісіз. Құрметті Есіл ауданының билер тобының басқарып отырсыз. Қайырлы құтты болсын. Мен енді мынау нені құттықтау хаттың тек қана мынау басын ғана, аяғын ғана оқып берейін. Құрметті Оспан Сүлейменұлы, Ақмола өңірінің Жаңажол ауылында Сарыққанның төсінде кіндік қанын ұстанып,
осы өлкөдө өсіп, білім алып, өңірдің өркендеуіне өзімдік үлес қосып, 55 жылдық еңбек өтіліңізді білім саласына арнаған ардақты ұстаз, 75 жылдық мерейтойыңыз құтты болсын. Қадірді Оспан Қажы Сүлейменұлы, 50 жылдық мерейліде үлгілі отбасы иелері өзіңізбен Айсұлу Жылқыбай қызы жеңгеміз тәрбиелеп отырған немерелеріңіз бен шөберелеріңіздің азаматтық биікке шығып, ата-ана ұлағатына адал болып, алтын ғасырларыңыз шырайлы, денсаулықтарыңыз мықты, өмірлеріңіз ғұмырлы болсын. Ізгі ниетпен Астана қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Сансызбай есімді. Қауым, біздің Оспан Сүлейменұлының осындай үлкен шығармашылық кешіне жиналған жанашыр жақындары, Астана қаласының педагогикалық қауымы, педагогикалық жақсы жолдастары, мен Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы, басқарма төрайымы Күләш Нағатайқызы Шамсидинованың ыстық сәлемін жеткізуге келдім. Ол кісі қазір іс сапардан келіп еді, келе алмады, сондықтан да соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Оспан Сүлейменұлы, өміріңіздің айтулы белесі 75 жасқа толған мерейлі жасыңызбен құттықтаймыз. Сізді қазақ балаларына арналған алғаш ұлттық музыка мектебін ашып, өскелең ұрпақты өнер мен мәдениетке баулыған, өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы педагог ретінде жақсы білеміз. Терең білім, берік ұстаным мен биік азаматтық қасиеттеріңіздің белгілі бір беделді ғалым ұстаз деңгейіне көтерді. Жан-жақты ізденімпаздықтың жолында Қазақ Кеңестік социалистік республикасының халық ағарту ісінің үздігі атанып, Қазақстан Республикасының құрмет белгісі ордені және білім беру мәдениеті саласындағы өзге де мемлекеттік марапаттарға ие болғаныңыз қажырлы еңбегіңіздің арқасы. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы, ұлттық тәрбие мен білімнің бай қазынасын дәріптейтін сіздей ұстаз біздің қоғамда зор мәртебеге лайықты. Ізіңізден ерген жас әріптестеріңізге үлкен үлгі болып, олардың әркез кәсіби шыңдалып отыруына қолдау көрсетіп отырасыз. Отанымыздың гүлденуі мен келешек ұрпақтың ұлттық тәрбиесін кемелденуіне қосқан үлесіңіз зор. Сізге шын көңілімізбен денсаулық тілейміз. Қайрат отбасыңызға баянды бақыт тілейміз. Әулетіңіздің амандық саулығын, қызық қуанышын көре беріңіз. Құрметпен Назарбаев зияткерлік мектептері дербес білім беру ұйымы басқарма төрайымы Күләш Нағатайқызы Шамсидинова. Былтырғы жылы 2022 жылы Ыбырай Алтынсариннің шығармашылығына арналған біздің Назарбаев зияткерлік мектебінде үлкен бір алаң ашылды. Ол алаң шамшырақ деп аталады. Сол шамшырақ деген алаңның шымылдығын ашып берген біздің Оспан Сүлейменұлы бүкіл Қазақстан педагогтарына өзінің шығармашылығын, өнерін, педагогтық тәжірибесімен бөлісіп, үлкен бір іс-шара өткізген болатынбыз, шығармашылығын таратқан болатынбыз. Онлайн форматта бүкіл Қазақстан педагогтарын жинап, осындай бір үлкен іс-шара өткізгенбіз. Енді Оспан Сүлейменұлы сол мына шығармашылығын бастауы содан деп және айтып жатыр. Соған өте қуаныштымыз.
Қайырлы кеш, құрметті кеш қонақтары. Оспан ағамыз туралы қанша жақсы сөздер айтылып жатыр. Бізде енді 8 қырлы, бір сырлы ағамыз ғой. Өнер жағынан айтатын болсақ, біз республикалық қосымша білім беру оқу әдістемелік орталығының тұрақты қазылар алқасының мүшесі. Осы уақытқа дейін қандай шығармашылық іс-шара болса, соның барлығында Оспан ағамыз қазылар алқасының мүшесі болып табылады. Бұл кісімен шығармашылық тығыз байланыста болғанымызға біз өте қуаныштымыз. Сіздердің алтын уақыттарыңызды бөліп, алғысты оқу уақыттарыңызды алмаймын. Тек қана жақсы тілектер ғана жазылған, соны сіздерге жеткізгім келеді. Директорымыз Раиса Петровна ол кісі келе алмай қалды, бір жұмыстары шығып, соны маған аманат қылып берді. Мен аманатты ағамызға табыс етуге рұқсат етіңіздер. Армысыздар, құрметті ағайын, Сәкен Сейфуллин музейінен басшысы Несіпбек Айтұлы, мемлекет сыйлықтың лауреаты ақын Несіпбек ағамыз бүгін келу керек еді. Белгілі себеппен келе алмағандығы себепті сәлемін жеткізіп отыр. Оспан ағамыз Сәкен тануда Сәкен Сейфуллин музейінің алғашқы қалыптасу кезеңінде Сырсандық деген ақындар клубын құрып, сол Сәкен Сейфуллин музейінің руханият ортасына айналуына үлкен үлес қосқан ағамыз ұстаз. Біздің соңында қалыптасуымызға үлкен еңбек сіңірдіңіз. Қазір бүкіл Сәкен Сейфуллин музейінің қызметкерлері басшылығы сізді үлкен құрметпен қарсы алады. Сәкенді еске алу күндеріне әр жылда еш шарасына қалмай келіп, өзінің құрметін білдіріп отырады, Құран оқып қайтады. Сол жерде Сәкен атамыздың аруағында разы етіп отырады. Сондықтан бұл Сәкен Сейфуллин музейінің басшылығының сәлемі. Оспан ағамды ұстаз ретінде, мен де сол музейдің қызметкер ретінде қатты құрметтейміз. Сәкен Сейфуллин музейі 10 жылға жуық Сәкен зерттеу ғылымына үлес қосқан, өзіңіз сияқты қаламгерлердің еңбектерін жинап 8 том кітап шығарған. Сол биыл 2022 жылы 8 томдықты, биыл 9 томына дайындалып жатырмыз. Оған сіздің де еңбектерді кіргізу жоспарда бар. Алла бұйырса, сізбен Сәкен Сейфуллин музейі тығыз жұмыс жасайық. Сәлемін қабылдаңыз, Несіпбек ағамыз. Ақынның сәлемін ақын алып келіп отыр. Қабиден бауырымыздың өзі де үлкен ақын. Ақынның сәлемін әкелген. Қабеке, сізге де Алла разы болсын. Келесі сөз Мемлекет тарихы институтының директорының орынбасары Жабай Қалиев ағамызда. Рахмет, Серік бауырым. Құрметті халайық, той құтты болсын. Өте қуаныштымын бүгін барлығыңызды көріп отырған осы Оспан ағамның тойына келіп, қанша осы залда отырған барлығыңызды жақсы танимын ғой, көптен көрмеген, өте қуаныштымын. Бүгін өте тамаша күн болып жатыр. Осындай іс-шараға қатысып, міне Оспан қажының Мемлекет тарихы институтының ұжымының құттықтау хатын алып келіп отырмын. Ал енді өз атымнан Оспан қажыны міне жаңа Әнуарбек аға айтты ғой, 90 жылдардың соңынан бастап осы Астанадан білемін, осылай байланыстамыз. Міне Оспан қажы біздің Мемлекет тарихы институтымен тікелей қазір байланыста қызмет жасайды. Талай кітаптардың тұсаукесеріне қатысады, міне осындай іс-шараларды. Міне жаңа сөйлеген халықтың барлығы Оспан қажыны айтып отырмын, 8 қырлы бір сырлы, бәр саладағы адамдармен байланысты. Оспан қажыны 90 жылдардың соңы 2000 жыл басы дейміз ғой, қазір өрлеу бұрынғы ИПК дейтіміз, білім жетілдіру институтында. Оспан қажы мына залда сол білім жетілдіру институтының өрлеудің ұжымы отыр. Жәмила Жәкенқызы, марқұм Мәдинтекпін қызы. Міне Оспан қажылардан мен сабақ алғам, үйренген, міне сол кісілердің тәлім тәрбиесін көрген. Сондықтан әрқашан қуаныштымын осындай. Сондықтан Оспан аға жасыңызға жас қосылған сайын осылай бақыт көп болсын, достарыңыз әрқашан осы сыйлап, қонақ құттықтап келе берсін. Тілейтінім осы. Сондықтан әрқашан осындай Оспан ағалардың азаматтардың жолын берсін деп жүрген осы қазақ азаматтары жастар осы Оспан ағамыздың жолын бізге нәсіп етсін деп тілеймін. Рахмет баршаңызға. Рахмет. Келесі сөз кезегі білім өркениеті орталығының басшысының орынбасары Саяқ бауырымызда.
Рахмет, ассалаумағалейкум, құрметті жиналған қауым, аға буын өкілдері. Міне керемет осындай ағаларымыздың алдында сөз сөйлеу мен үшін үлкен бақыт, мен үшін үлкен мәртебе. Сіздерге көп рахмет. Міне бүгінгі ауа райының өзі күн жылы керемет болып тұр. Ағамыздың ниетіне орай барлықтарыңызға ниеттеріңізге саулық тілеймін. Мынау ауылдың қатарда отырған ақ тақиялы ағаларымызды көріп, аталарымызды көріп мен риза болып отырмын. Осы кісілер жүз жасасын дегім келеді, аман болсын дегім келеді. Осы кісілердің жолын жастарға берсін дегіміз келеді. Себебі бұл кісілер аман болса, қазақ руханияты дами береді деп ойлаймын. Еліміздің ұлттық құндылығына, руханиятына, идеологиясына өзіндік үлестеріңізді қосып жүре беріңіздер дегіміз келеді. Және де Оспан ағамыздың деніне саулық тілейміз, отбасыңызға амандық, шығармашылық табыс тілейміз. Бұл кісі енді өте керемет жаңағы сөздер айтылып жатыр. Бізде қосыламыз білім өркениет ұлттық инновациялық ғылыми зерттеу орталығының атынан, баршасы сатылған газет бар болуының атынан осындай керемет алғыс хатымыз бар. Және де Оспан ағамызды қанша марапаттасақ та, бұл кісіні қанша тілек білдірсек те ол артықшылық етпей, сол мақсатта бүгін ағамызға осы арнайы Қазақстан Республикасының құрметті азаматы деген төсбелгіні табыс етуге рұқсат етіңіздер. Оспан аға ортаға. Рахмет баршаңызға. Енді көп сөйлемейміз. Енді өнерді тамашалаймыз ағайын. Осы тәуелсіздік жылдарында біраз күйдің өмірге келгенін білеміз. Бірақ жеке бір тұлғаларға қатысты күйдің көп шықпағанын да білеміз. Осыдан 10 шақты жыл бұрын ба, 7-8 жыл бұрын ба президентке арналған күйді естідік. Одан кейіннен басқаша болды деген сияқты. Дәл солай маған да сіздерге де күй арнамауы мүмкін. Бірақ ерекше өнер иесі Оспан Сүлейменұлына күй арналған екен. Оны Әбішев Қайырғали деген замандасымыз шығарған екен. Қайырғали ағамыздың өзі осында төбе көрсетіп қойса болады. Қайырғали аға, сіз сөйлейсіз ба? Алматыдан Алатаудың сәлемін әкеліп дегеннен кейін бір-екі ауыз сөз берейін деп тұрмыз. Одан кейін өнер тамашалаймыз. Кеш жарық қадірменді қалайық. Алматыдан келгенім рас, бірақ өзім торғайлық, қостанайлықпын. Сол жақта үлкен шарамен жүріп жатырмыз. Композитормын, дәулескер күйшімін. Қазақстан Республикасының өнер білім несінің озығымын. Атақтарым көп, лауреат деген атақтарым бар, онымен айтылмай кетті, міне кезде өзім айтуға тура келіп жатыр. Оспан ағамен 10 жылдан бері білемін, өйткені Қостанай қаласының Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған мектеп-интернатта 10 жыл қызмет еттім. Музейінде бірге қызмет жасап, үлкен кітап жазып, сол кітаптың бірінші бетінде бір атамыздың 170 жылдығына арналған кітапта бірінші бетінде менің 20 шумақ өзім жазған өмірбаяным бар. Сол 170 жылдықты өтер кезде Ыбырай атамыздың ескерткіші бүкіл кафенің ортасында тұрып мұңайып. Соны мектепке жаңағы заманауи қалыпта ремонт жасап, соның алдына ескерткішті қойып 170 жылдығын өткізгенбіз. Соған Оспан ағамыз келді. Сода мен оркестр шығардым, сода бұл кісімен таныспын. Өте бір-бірімізге сыйлап тұрамыз, ақын мен ақын қай уақытта бір-біріне жақын. Сондықтан жақында маған бір жеті бұрын Қайырғали інім
осындай 175 жастағы шығармашылығым болайын деп жатыр, соған кел деді. Қол келу маған ыңғайсыз болды. Содан кейін жаңа айтып жатыр ғой, бұл кісінің өмірбаянын қайда жүріп қайда неткенін бүкіл атақ дәрежесін бәрін қозғамай ақ қояйын. Бірақ қазақтың домбырасынан еш нәрсе жоқ жеткізе алатын. Қос ішек перне домбыраға байланған, пернеден жыр шанақтан күй тамған, балбармақты күйшінің саусағынан сазда ән құлақтан кіріп ойдалған, күмбірлеген домбыраның қоңырыны өткен тарих ұлып өшіп жырлаған дейді. Олай болса, бұл мен шағын бір шумақ, бір-екі шумақ ойлаймын. Бұл кісіге күй арнауыма тура келді. Мен неге шығып отырмын? Күйді бірі түсінеді, бірі түсінбейді. Өйткені күйдің атын қою Осман аға екеумізге өте ауыр тиді. Мен WhatsApp-пен жұмыс істедім бұл кісімен. Қаншама ортаға осы Осман ағаның қатарлары, Осман ағамыз талай өмір жолынан өтті. Оны білеміз біз. Ал Осман ағаның өмір жолы бұл ерекше, өнер адамы. Сондықтан мен ғасыр пернесі деген күй арнадым. Бәріңізде жастық шақтарының, сонау ғасырдағы ата-бабаларымыздың үні естіліп тұрады. Ыбырай атамыздың үні бар. Олай болса қазір мынау екінші өнер мектебінің ұжымы, фольклорлық ансамбль, Нұрхан бастаған сол бір жетінің ішінде осы күйді несін партитурасын жасап шығарды. Соларға үлкен алғысым шекті. Осман аға, ғұмырыңыз ұзақ болсын. Арқаның сәлемін Алатауға апарыңыз. Мына гүлді де сол Алатаудың аурайына апарсаңыз деген тілегіміз бар. Жұғысты болсын деп жатыр осындайды. Ендеше ардақты ағайын, қазір орындалатын күй ғасыр пернесі деп аталады. Оспан Сүлейменұлы арналады. Күйдің авторы Қайырғали ағамыз, орындайтын нөмірі 2 өнер мектебінің сырлы саз фольклорлық ансамблі. Жетекшісі Нұрхан Айжаров. Қабыл алыңыздар.
арқасында Қазақстанды ғана емес, әлемнің біраз түкпірлерін шарлады. Соның бәрінде қазақтың абыройын асқақтатты. Сондай сапардың бір жылдары осы Қызылордаға бағытталған екен. Сол кезде Оспан ағамыздың жүрегінен керемет бір тамаша ән туған екен. Сырдың жағасында. Ол қазағымның дәстүрі деп аталады екен. Келесі кезекте осы бір тамаша әнді орындау үшін нөмірі 1 балалар музыка мектебінің ұстаздары Бауыржан Ахметов, Бекболат Айманов және Санжар Айдарбекті сахна төріне шақырамыз. Қабыл алыңыздар. Той-думанға құмар менің қазағым, қонақ десе көтеретін қазаным, қолан асыр той қылатын халқымның, үлгі болған салт дәстүрін жазамын. Қолан асыр той қылатын халқымның, үлгі болған салт дәстүрін жазамын. Дастарханын мұң жаятын қазағым, тамылжықты бән салатын қазағым, ұзын сары киімменді қаларды, шал жаясын мол қоятын қазағым. Ұзын сары киімменді қаларды, шал жаясын мол қоятын қазағым. Ата-бабам қонақ десе қуанған, біз ұрпақпыз үлкендерден үлгі алған. Қазағымның қасиетті дәстүрін жалғайтұғын ұрпақ бар деп жұбанам. Қазағымның қасиетті дәстүрін жалғайтұғын ұрпақ бар деп жұбанам. Қазағымның қасиетті дәстүрін жалғайтұғын ұрпақ бар деп жұбанам. Бәрекелді, керемет. Домбырамыздың дауысы қаттырақ шықсын деп өзім микрофонын қойып отқаным сондықтан. Домбыра бар жерде қазақ бар ғой. Енді Оспан ағамыз көп шетелге сапар шегеді дедік қой. Тек қана осы жігіттермен ғана емес, әдемі қыздармен де сапарлайды екен. Ол кісі Гүлмира Тоқтасынқызы деген әпкеміз сол сапардан дос боп оралады, шығармашылық бірлігін арттырып оралады ағамыз. Енді сол мынау Рауан халық би ансамблі деген ансамбльдің жетекшісі ғой деймін, ол кісі. Сол кісі де мына достық бейілімен бүгін Оспан ағамыздың кешіне келіп отыр екен. Яғни Рауан халық би ансамблінің өнерін тамашалайық. Қазақ биі мереке думан. Қабыл алыңыздар.
аға. Енді біз керемет өнерге үшін ары жалғастырайық. Оспан ағамыз жаңа айттық, әнші дедік, күйші дедік, ұстаз дедік, ақын дедік. Енді бұл кісінің ақындық қырын ашу үшін жас ақындарды сахна төріне шақырсам деп отырмын. Дархан Дариға, Жетберген Мағжан және Ұлпан Арғынбаева іні қарындастарым. Туған жер, Сарыарқа құтты қоныс туған елім, жаңа жол кіндік қаным тамған жерім, балауса жастығымның жігеріндей, ақ қоқыс мекен қылған айдын көлім, даламның қырқасына жайып төлін, шайқалып көз тұндырар астық тегін, ұрпақтар жаңа толқын жалғасуда өзінің құрмет деген ата тегін, қос қопа, жалаң ашым егіз көлім, жайқалған көк орай шөп жота белім, анамдай аймалайды құшақ жайып сағынып елге келсем қоңыр желім. Тоқтамай тасқынында жылағымнан, білімнің шырын алып бұлағынан, талпынып қыран құстай қанат қағып, бұлқынып ұшып шыққан тұрағынан, бақытты болашақтан нұр көремін, өмірде ізденумен мен келемін, өзіңнен сонша жырақ кетсем дағы, туған жер жүрегімнен жыр төгемін. Даласында қазақтың басын қосқан бар ұлттың, достық сыйлас бірлікпен әрқашанда сен ұттың. Есіл, Балқаш, Атбасар, Астраханым тағы бар, 3 күн жүрген сапарды күнде туар сағынар. Ұстаздардан ән салған шәкірттерім үлгі алар, арайын алып таң атқан бақытты бұл күн болар. Облысым тойлайтын 60 жылдық той болар, таланттаған жасынан өнер басқа жол болар. Елім бар, егемендік алған билік, жайлаған Сарыарқаны елік киік, жыр төгер жүрегіңнен мен бір балаң, аспанға қыран құстай ұқсам биік. Өнермен өргөрленіп қылмай күдік, адамға жолдас болмас жиған мүлік. Бұл өмір өте шығар қас қағым сәт, деге алман талаптанбай босқа жүрдік. Ескаламыз желтоқсанның ерлерін, қорғап қалған қазағымның жерлерін, мың-мыңдаған ұл қыздарым сенді ғой, бақытты өмір қайта айналып келерін. Ұмытпайық сол жастардың ерлігін, жүрегінің елге деген кеңдігін, жанын қиған елім, жерім, тілім деп дұға қылшы батырларға сен бүгін. Өтіп жатыр жылжып ағып ғасырлар, жиналыпты ортамызда асылдар. Осы жүрген еңбектерің еш кетпес, том-том болып талай кітап жазылар. Жолын қуып бабаларым үшбейдің, ақсақалы құрметтісі әр үйдің, қоғам құрып ел ордалық билер деп, ұлылықты үлгі тұтып сен сүйдің. Мәні бар ғой әрбір осы суреттің, жастарыма сал дәстүрді үйреттің. Әр мектепті аралаумен ерінбей, ардагерлер мұратыңа сен жеттің. Айтарың бар әр қайсыңыз данасыз, бақыт бар ма жан ұяда боласыз. Күндіз түні қалам алып қолыңа, үлгі тұтар өсиетті жазасыз. Ана тілім асылымсың, арымсың, бала кезден байлығымсың, бағымсың. Ана тілім жүрегіме нұр берер, шуақ шашып арайлы атқан таңымсың. Ерекшесің, қаның таза қазақсың, бар әлемде түсінсеңдер азақсың. Елін, жерін, тілін сүйер ер жүрек, рухын биік, иманың мол, ғажапсың. Рахмет. Қазір ғана сіздерге өнер көрсеткен алдарыңызға шығып, Жұлдыз Жүсіпқызы нөмірі 4-ші мектеп гимназияның қазақ тілі әдебиеті мұғалімі. Құрметті қойылым.
Ал бұл кісінің орындаған шығармасы, оқыған шығармасы Оспан ағамыздың рухы биік, қаның таза қазақсың деп аталатын өлеңі болатын. Енді біз тағы да өнер көшін ары қарай жылжытайық. Ән ата өсиеті, әнді де сөзі де Оспан ағамыздікі. Бұл әнді әйгілі Нұрғиса Тілендиев атамыздың алдында шырқап берген екен Оспан ағамыз. Сол кезде ерекше бағалап батасын берген екен Нұрғиса Тілендиев атамыз. Егемен Қазақстанға шыққан дәл осы жөнінде ерекше мақала. Енді ата өсиеті әнін орындайтын нөмірі 1 балалар музыка мектебінің ұстазы Рахат Бегасов бауырымыз. Есімде балдәуренді бала кезім, доп-қолып асық ойнап жүруші едім. Алдыма қолыным кел отыршы деп, атамның ұмытпаймын айтқан сөзін. Атамның ұмытпаймын айтқан сөзін. Жанымда атамның мен еріп жүрдім, сәлемді үлкендерге беріп жүрдім. Ағаны іні сыйлап ардақтаған, құрметті үлгі болар көріп жүрдім. Құрметті үлгі болар көріп жүрдім. Бір күні атам маған келші деді, иіскейін маңдайыңнан берші деді. Ақылғы қасиетті сөз айтайын, есіңде мәңгі сақтап жүрші деді. Есіңде мәңгі сақтап жүрші деді. Бірінші жас үлкенді сыйлап өткен, ғаріп пен жетімдерге рахым еткен. Тілерім тәңірімнен нұр жауып, өмірде мұратыңа қолым жеткен. Өмірде мұратыңа қолым жеткен. Екінші қыл жақпа сен қылжың болма, бар болса қолда дәулет мастық қылма. Құр бекер кеуде соғып есерленіп, меншіл мақтаншақ боп мылжың болма. Меншіл мақтаншақ боп мылжың болма. Үшінші харамданды мүлдем алма, орынсыз жиын тойға әсте барма. Құр бекер түсінбесе ақыл айтып, араға түсемін деп әуре болма. Араға түсемін деп әуре болма. Төртінші дос жараның адал болсын, солармен сыйласып та бақ жансын. Аралап
атақты елімізде әрқашан қыдырып бабам қолдап жүрсін. Әрқашан қыдырып бабам қолдап жүрсін. Бесінші берер үгім Тәңірімнің, бөлінген несібесі әр құлынның. Жемісін көп көрерсін, ерінбесін. Халқыңа адал қылған еңбегіңнен. Халқыңа адал қылған еңбегіңнен. Алтыншы айтадым сен ақылды бол, істерге әділетсіз батымды бол. Батасын үлкендердің алып жүрген, аға мен інілерге қадірлі бол. Аға мен інілерге қадірлі бол. Жетінші жет атаңды біліп жүрген, туысқа қамқорыңды қылып жүрген. Жиналған жақындардың ортасында барыңмен ел қатарлы барып жүрген. Барыңмен ел қатарлы барып жүрген. Бұл балам саған айтқан өсиетім, атаңның түсінерсің қасиетін. Жас кезде мән бермей жүрмең дағы, боларсың ақыл айтып бас етін. Боларсың ақыл кірсе бас етін. Бәрекелді, рахмет. Оспан ағамыз дәл осы әніндегі өсиеттегідей тек қана сөзбен емес, іспен де өзінің кім екенін көрсетіп жүрген азамат, көрсетіп келген азамат. Оның бір дәлелі Астанамыз Астана болмай тұрған кезде, Целиноград кезінде, қазақтың үлес салмағы мүлде төмен кезде осы өңірден тұңғыш қазақ ұлттық музыка мектебін ашқан еді. Бірақ ұлттық деген сипатына байланысты ол мектептің ғұмыры келте болды. Бірақ көңілге демеу, медеу ретінде кейіннен қазақ музыка мектебі ашылды, нөмірі 2-ші. Нөмірі 1-ші ма? Сол жерде қызмет еттіңіз. Қазір де етіп атсыз. Сол мектептен көп шәкірт тәрбиелеп шығардыңыз. Сол мектептің өзіңізге деген құрметі ерекше, Оспан аға. Дәл сол құрметтің ерекше екенін көрсететіндей тамаша тартуын алып келіп отыр. Домбырашылар ансамблі жетекшісі Зайнуллинова Айгүл Есентайқызы. 2-ші музыка мектебі. Құрметті қауым, құрметті Оспан Сүлейменұлы, сізді мына керемет 75 жас мерейтойыңызбен құттықтаймыз. Сонымен қатар мынау Мизам Шуақ деген кітабыңыздың тұсаукесері бәрі құтты болсын. Бір жағынан ағамсыз, бір жағынан ұлағатты ұстаз Оспан Сүлейменович осы өнер жолында, ұстаздық жолында қызметте бізге өз ой парасатыңызбен үлгі болдыңыз. Балалардың өнер қосуына да сіз өте үлкен зор үлес қостыңыз.
мына 91-ші жылы Целиноград кезінде міне бәрі айтып жатыр ғой, бұл расында да бірінші қазақ музыка мектебін аштыңыз. Сосын біздің екінші музыка мектебімізге бұл 2008 жылдары болды ма, 2004 болды ма, сонда біздің мектебімізге директор болып келдіңіз. Сонда да өз жаңа жобаңыз жүзеге асты. Музыка без границ деген есіңізде ма? Музыка шекарасыз деген. Балаларды шетелге шығарып, шетелдік музыканттармен тәжірибе алмасып, ол жақтағы музыканттар біздің жаққа келіп, балаларды солай шетелге шығарып, конкурс байқауларға қатыстырдық. Сосын сол кездері Оспан Сүлейменович айтқан, шетелде оқып жүрген оқушы скайппен сабақ берейікші деп. Біз онда қалай? Экранның мына жағында отырып, қалай домбыра үйретеміз дедік. Это невозможно, дедік Оспан Сүлейменовичке. Сонда қазір мынау індет кезімізде қалай осылай скайп арқылы онлайн сабақты уже невозможно, бәрі возможно болды. Сонда сіз қалай көріп кел сияқты мынау 2004-2005 жылдары сондай ұсыныс айтқансыз, мектепте жұмыс істеп жүр. Міне енді елге танымал болдыңыз, өте көп жетістіктерге жетіп, құрметпен марапаттауға ие болып отырсыз. Деніңізге саулық тілеймін, ғұмырлы болыңыз. Адамның таусылмайтыны арман дейді, арманыңызға жете беріңіз. Сынаушы халқыңыз әрқашанда қолдап жағыңызда болсын. Сабырлық сізді қорғап жүрсін. Мынау біздің Роза Бағланова атындағы екінші балалар музыка мектебінің домбырашылар ансамблінің орындауында Қуаныш Нұркешевтің шабыт күйін тарту етіңіз. Шабытыңыз таусылмасын Оспан аға. Аман болыңыз. Рахмет.
әншілердің, танымал әншілердің фонограммасын тыңдағаннан осы керемет қой шіркін. Енді мына жаңа Оспан ағамызбен сөйлесіп отырмын. Сөйтсем, мен бір қызға ұстаз болдым дейді. Ол қыздың ұстазы, шәкірті тағы да мына сахнаға шығайын деп жатыр. Демек, династия дей ма? Сол Құрманғазының күйі Балбырауынға кезек берейік. Оны орындайтын Оспан ағамыздың өзі, сондай-ақ Оспан ағамыздың шәкірттері, әріптестері Айгүл Сағатова, Эльмира Омарова, сондай-ақ бүгінгі таңдағы тәлім алып жүрген шәкірті кішкентай аяулым Кузайырова дейді. Қабыл алыңыздар. Ана кішкентай баланы бері шақыршы. Жоспардан тыс нәрсені жасайын деп отырмын да. Бұл баланың аты да жазылмапты мына жерге. Танысайын, аты жөнің кім? Алина. Тегің кім? Фамилия? Асқар. Асқар? Қай жақтан келдің? Астанадан. Ауылың қай жақта? Қызылорда. Қызылорданың қай жері? Қызылордаға жазғы демалыста барып тұрасың ба? Иә. Ай, бәрекелді. Міне қазақтың болашағы осы азаматтар. Ау. Қай мектепте оқиды дейді ана қыздар, сұлу қыздар? 37-ші мектеп лицейінде. 37-ші мектеп лицейінің оқушысымын дейді. 11-ші класста оқиды дейді. Қай класста оқисың? 2-ші класс. 2-ші класста дейді. О, ертең сен артынан біраз қыздар іздеп барайын деп тұр ғой енді. Талабың таудай екен, үлкен азамат бол, аман бол. Саған Құрманғазының, Дина апамыздың, Сүгірдің, Төлегеннің, Нұрғиса Тілендиевтің қасиеттері бойына қонған екен. Алла алдыңа жарылқасын. Al, bu olsa
болғанымызды, қазақ болашағын білейік. Оспан ағамыз шетелге көп барады ғой өнермен, өнер сапарымен. Тіпті боксының шәкірттері де тек қана Қазақстанда емес, сол шетелде өзінің тіршілігін кешіп, кәсібін дөңгелетіп, өнерін істеп жүрген азаматтар баршылық. Соның біріне кезек берейік деп отырмыз. Жаңа мынау цифрлы Қазақстан дамымай тұрған кезде скайппен сабақ өтейік депті ғой жаңа. Сол айтқандай өте жаңашыл азамат екені көрініп тұр Оспан ағамыздың осыдан. Осындай жаңашылдықты пайдаланып, сонау Лондондағы Малика шәкіртін тыңдайық. Экранға назар аударайық. Оспан аға, туған күніңізбен құттықтаймын. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір және сіздің отбасыңызға бақыт тілеймін. Менің атым Малика. Мен музыкалық мектепті қызыл куәлігімен бітірген кезде сіздің қолыңыздан куәлігімді алғанмын. Сол үшін сізге көп рахмет айтамын. Мектепті алтын белгімен бітіргеннен кейін Лондонның университетін бітіріп, сонда қазір қызмет істеймін. Сізге және бүгінгі сіздің туған күніңізге жиналған кісілерге Лондоннан үлкен сәлем айтамын. Ол жақтағы қандастарға да дұғай сәлем айтыңыз, Малика қарындасым. Маликаның атасы осында отыр, Бектемір атамыз. Бектемір көке, сіз қайдасыз? Бектемір аға, рахмет. Осындай керемет ұрпақ тәрбиелеп жатқаныңызға көп рахмет. Төбеңізді көрсетсеңіз болды, сізге ризамыз. Енді мынау кештің соңына жақындап келе жатырмыз. Жаңбырмен жер көгерер, батамен ер көгерер дейді ғой аға. Сондықтан сіздің мұнда үлкен бөлеңіз кеп отыр екен. Жеңіс ақсақал. Жеңіс ақсақалдың керемет батасымен бүгінгі кешті түйіндейік. Көке отыра беріңіз, сіз әуре қылмай. Осы жерде отыра беріңіз. Амин. Құрметті нағашы, бүгін мерейтойыңыз, жаққан биігіңіз, құрметіңіз, халыққа деген қызметіңіз, ниетіңіз, бәрі қабылыңыз. Жастарымызға деген тәрбиеңіз. Біздің сізді әрқашанда енді жасың кіші ғой. Аға, бордан резордан дейді. Одан зор болғанына екеуіз арнауым бар. Жақсы адам ақылымен тауыр болады, мінезі ұрғасындай ауыр болады. Бұлағы өсек аяғында естімейтін сабыр болады. Кедейдің жалғыз керіндей құйрығы жолақ, арқасы жауыр болады. Ол шоқ бидің айтқаны. Енді би болып келгеннен кейін біз бидің сөзін сөйлеуіміз керек. Енді өзім сөзім. Сарыарқаны есілді арадай аралаған, маржан сөзді қаламның ұшымен бағалаған. Халқы сыйлап бағалаған, жасың 90-ға келіп, дана болып, асау бермесін абыз болды. Қолыңды ата береді. 18 мың ғаламды жаратушы бір Аллах қайыр етіп сіздерге мерейтой жақтасын. Мың бір бәле, жүз бір қатер бар, аман сақтасын. Күншілдеп күндеп көре алмай жалған жала жаппасын. Әйден үлгірі бараға отбасы берекесін алмасын. Достарың көп болып жанап шышпандарың сірі болмасын. Ынтымақ бірлік жарастып, имандарың азбасын, үміттерің тозбасын. Әулеттерің өсіп көбейіп, сұрақтарың сөнбей малдасын. Әуелі Құдай оңдасын, оңдағанның белгісі қайырлет басыңа, бақпен дәулет орнасын. Келген қыдыр кетпесін, жамандық кіріп жетпесін. Табиғат таусылмайтын байлық беріп, тартулы дастарханда тағам болсын. Алла саған бақыт берсін. Ақсақалдар, жастар бата тілегенде ақсақалдар жақсылап бата берсін. Бақытты болсын ол қызың, бек болсын жұлдызың, риза болса мейманың, орнына келе киғаның, көпшіліктен баталсаң, мұратыңа жетерсің.
жомарттық қылсаңдар деп те қуанышпен өтерсің. Қабыл алла батамыз, кешір алла қатамыз, бәлені бата қайтарады, бұрынғыда айтамыз. Жүргендерің жазып болсын, өз сөзің халқыңа азық болсын. Жасыңыз қаншада көке? Ой, 80-демін, 78-демін, үлкенмін. Батамаяқта қалмын жеңіс деген осы. Астана бәрі біледі, әдейі дінағашын. Бүгінгі кештің ең керемет нөмірі жаңа кішкентай баламен үлкен ақсақалдық болған сияқты. Еліңіз риза сізге. Амандығыңыз тілеп жатырдар. Маған да ма? Рахмет, рахмет. Амин. Енді кетуге асықпаңыздар, ардақты ағайын. Бір екі ән қалды. Оспан ағамыз халқын өте жақсы көреді. Елін жақсы көреді, елінің астанасын жақсы көреді. Сұлу қыздарды көргің келсе, сұлу қыздардың әнін тыңдағың келсе, 67-ші мектепке бар деген сөз осыдан шыққан екен ғой, керемет. Енді тағы бір әнге кезек берсек деп отырмыз. Ақмола, Астанам әні мен сөзі Оспан Сүлейменұлынікі, өңдеген Талғат Желдібаев, орындайтындар нөмірі 1-ші балалар музыка мектебінің педагогтары Ахметов Бауыржан мен Сәрсенбек Жалғас. Қошеметтеп отырыңыздар. Астананың 25 жылдығы құтты болсын дейді Оспан ағамыз. Қане қошеметтеп отырыңыз. Kezінде
Оспан аға, сіз өмірлік ұстанымыңызды жігітке 70 өнерде аз деп білдіңіз. Мінекей, бүгінгі көрермен дәл сол ұстанымның нәтижесін көргендей болып отыр. Сізге осы мерейтойыңызда деніңізге саулық, басыңызға амандық, одан да биік абырой тілейміз. Баршаңызға келген қадамдарыңыз үшін зор алғыс білдіреміз. Аман болыңыздар. мектеп гимназиясының атынан сізге алғыс білдіремін. Үнемі сіз бізді қолдап жүрсіз, үнемі сіздің аузыңыздан тек бізге жылы лебіздеріңізді естіп отырмыз. Сондықтан сізге рахмет. Біздің мектептің түлегі осы кісі. Сондықтан түлекте осындай сіздің өзіңіздің ізбасарыңыз, біз мектебіміздің жас ақыны, айтыскер ақын Нартай жыр лебізін сізге арнап отыр. Соны оқып беруге рұқсат етіңіз. Қандай жақсы бұл тойды көргеніміз, елімізге елеулі еңбегіңіз. Оспан Сүлейменұлы құтты болсын, мерейлі 70-ге келгеніңіз. Жастарым тұрғаннан соң тірегі көп, бетке ұстар үлгі қылып жүреді көп. Сізді әрқашан біз мақтан етіп жүрміз, мектептің білім алған түлегі деп. Жасалды ісіңіздің бәрі нақты, жырларыңыз жүректі жадыратты. Сондықтан өзіңізге дайындалған сыйлаймыз құрмет қылып шаңырақты. Өмірді сүргеннен соң мағыналы, сыйлық сізге лайық болып табылады. Біз шаңырақты көргенде еске түсін, білімнің қасиетті шаңырағы. Әрдайым биік болып тұғырыңыз, халқыңыздың қолдауын ұғыныңыз. Жамбылдың мектебінің түлегі осы, Жамбылдай ұзақ болсын ғұмырыңыз. Және сізге шаңырағыңызға тек бақытқа, шаттыққа толы болсын. Ал қымбатты бүгінгі кешке жиналған қауым, бүгінгі мына кеш иесі Оспан Сүлейменұлы ағамызды мен 20 жылдан бері білем. Сондықтан Оспан ағамыздың туған күніне арнаған мынау енді ақын кітап ұсынған дұрыс көріп отырмын. Оспан Қажы Сүлеймен ағама мен де бір-екі шумақ өлеңімді оқып туған күніңізбен құттықтайын деп отырмын. Бүгін Оспан ағаның туған күнімен мизам шуақ шығармашылық кесі қатар келіп отыр. Армысыздар сарайдағы ағайын, көңіліңді өлең жырмен табайын. Келіп қалдық кешіңізге бүгінгі, қанатымды қайта-қайта қағайын. Көңілімді шалқытқандай жыр кенеп, ақсақалдар астар таудай тұр демеп. Бауыр да бар, туыс та бар, дос та бар, бәрінен де Оспан Қажы бір бөлек. Татулықты шығармастан уыстан, жандар аз ба жақындасып жуысқан, араласып құраласып тұруға жақсы адамдар кем болмайды туыстан. 75-ке келген кезде сыйладам, жеткіз алмай жан сезімін қиналам. Қазақпыз ғой, ғажаппыз ғой, біздегі ұлағатты ұстаздарды сыйлаған. Оспан Қажы қадірлі жан мен үшін бәйтеректей беріп тұрған жемсін. Дәл осындай адамдар ғой, мен білсем нұрландырып тұратұғын ел үшін. Қызық көп қой, қалада да дүзде де, сол қызықтан құр қаламыз біз неге. Есен аман, күш қуатты болыңыз, жолы қайық 90-да да 100-де де. Оспан аға, Астана қаласының нөмір 16-шы орта мектебінен өзіңіздің қамқор жасап жүрген Төлеген Айбергенов атындағы музей мұражайдың атынан сізге алғысымызды білдіріп, ұзақ ғұмыр сүріңіз, әлі де талай жасайтын еңбектеріңіз бар. Соған деніңіз сау болсын, жастарыңыз ұзақ болсын, ғұмырларыңыз ұзақ, себебі тәрбиелейтін балалар әлі алда. Ұсынамыз, ұзақ ғұмыр сүріңіз, жанымызда табылатыныңызды білеміз. Сондықтан бүгінгі кешімізді керемет өтті, құтты болсын. Ал құрметті қалайық,
мына жерге міне Астана қаласы Елорда билер кеңесінің ақсақалдары шығып отыр. Міне бірге оқыған, бірге жүрген достары, ұстаздар, әріптестері келіп отыр. Біз енді мына жерде біз тағы да бір ақсақалымыз бар, Батагөй. Өтеген Батагөй батасын берсін. Тілек айтам дегендер болса тілек айтыңыздар. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ardaқты ағайын, құрметті замандасым, төл құрдасым екенсің. Мен кездейсоқ келіп отырмын бұл жерге. Қызылорда облысы Шиелі ауданының өңірінен тумасымын. Атым Айдархан Исаханұлы, орта жүз Қыпшақ. Осы мына кездейсоқ бір кісілер бана есеппе келіп ем, мен төл құрдасым екенсін айналайын. Өмірлерім ұзақты болсын, өзендерім суатты болсын, төрт құбылам шуақты болсын. Алла Тағала еліміз аман, жұртымыз тыныш болып бір мамырақай заман болсын. Аман бол елім аймағым, аластып апат дауылым. Отырған осы көпшілік тіледік сіздерге болсын деп, басаман бүтін бауырым той тойғынасын бір алға жарқыз. Мен де Қызылордамын. Ал енді осы екен. Тоқтайды. Міне, осы екен міне бүгін керемет неке. Мына аздау болып таған сияқты қайтқымыз келмей тұр. Байқап тұрсыздар. Мінекей, бүгін еліңіз, халқыңыз, мына білім департаменті сізді асылға балап, ардақтыға балап, құрметтіге балап, мінекей, өзіңізді төрге шығарып, 75 жасыңызды кәдімгі керемет қылып өткізді. Ол кісілерге рахмет. Міне айтады ғой енді қазақ, асып тасып жатсаң да көптігі жоқ батаң деген. Осынша бата алдың, бүгінгі сіздің күніңіз болды. Сіз жай күнде де бақыттысыз, бүгін егесе бақытты болып тұрсыз. Сондықтан мен енді жаңа бата беріп жатыр ғой, енді жаңа Жеңіс ағам берді, бір болат деген Әнуарбек ініміз енді болмай жатыр, сондықтан Қызылорданың батасын берейін. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Құдайым оңдасын, қыдыр болсын жолдасын, ғайынбірен қыршынтен қолдықтан демеп қолдасын, денің саулат достарында еш жамандық болмасын, мерейін асып қатардан дұшпаның болса оңбасын, ата баба аруағы тілменен көзден қорғасын, істегенсің көрініп нәтижесі оң болсын, сапарыңды сәтті қылып, жолыңды қырсық салмасын. Осының бәрі періште құлағына шалынып, айтқаным келсін өзіңе. Амин. Қабыл болсын.